той төріне бүгінгі кешіміздің қадірменді қонақтары жаңа құдаларымызды шақырамыз. Шашуларымыз дайын ба? Бәрекелді. Ендеше қошемет болсын ағайын. Той төріне жаңа құдаларды шақырамыз. Қошемет, қошемет ағайын. Бәрекелді, шашу болсын, шашудан алыңыздар. Баршамызға осындай той жұғысты болсын ағайын. Қанекей, қонақтарға шашыңыздар. Оң қанатқа, сол қанатқа. Думаю, что с этого момента все наши гости уже в зале. Не хватает только виновников нашего праздника. Дұрыс айтасың, құрметті қонақтар. Жаңа құдаларымызды қарсы алдық. Ендеше ортамызды босатсақ, өйткені бүгінгі кешіміздің екі жұлдызының бірі. Жақсы, бәрекелді. Орындарыңызға жайғасыңыздар, құрметті қонақтар. Ортамызда, ашамызда бүгінгі салтанатты кешіміздің ортасына арыстандай айбарлы ғасырына бір туар қазақтың нағыз батыры Жандостай ұлдарыңызды, күйеу балаларыңызды қошеметпен той төріне шақырамыз. Mene jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Sekiz kılda bir sarıla bizim jigitler. Mene bizim jigitler, jigitler, jigitler. Mene jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Arlanday bizim jigitler. Mene bugün kişi alşakın tuz bağırağayın. Şın köngülüm men sadırgenin jigitleri mol. Olayım bizim jigitlerge jırdan asfalqa tağayın. Бәрекелді. Жандосжан, қобалжыма, байқалып тұр. Ендеше кел, ортаға келші мұнда. Дәл осы жерге тұрып, өзіңнің жаңа жұртыңа жақсылап тұрып, бір ассалаумағалейкум деп амандаса ғой. Мархабат. Ай, молодец, а? Волнуется. Давайте ему еще раз поаплодируем, чтобы не волновался. Ертеде қазақ даласында ай десе аузы, күн десе көзі бар бір сұлу қыз өмір сүріпті. Ол құстарды ерекше жақсы көріпті. Айнакөлде құстармен бірге шомылыпты. Ай дидарлы арудың жүрегіндегі тазалыққа куә болған құстар оған: сенен асқан сұлу жоқ, өзіңді көрген кез келген азамат ақыл естен айырылады. Бірақ сен ешқашан ата-ананың рұқсатынсыз тұрмысқа шықпа. Қаласаң, біз бойымыздағы ең асыл қасиеттерді саған дартайық депті. Бақыт іздеп аласұрды қанша адам, бақыт шаттық жақсылардың еңшісі ең. Бақыт құсы барша адамдар аңсаған, қалыңдықтың иығына қоншы сен. Жалын құсы, жұмақ құсы, от құсы, мұның бәрі жалғыз сенің атауың. Жылылық пен қуанышқа толтыршы, бой жеткенің жаңа тіккен отауын.
адалдықтың сырын ұқты ел сенен, сені көрсе қол салмайды қаруға, киел аққу сұлулықтың өлшемең, балдай тәтті махаббат бер аруға. Бейбіт күннің тілекшісі көгершін, бейбіт елдің қуанышы көбейсін. Ақ көгершін, саған халық сенершін, қалыңдықты ниетіңмен демерсің. Дауыс құс байыз таппас жаны түк, солай жүрер сергіктігін танытып, мейірім мен сенім сыйла аруға, дәл өзіндей сұлулықты дарытып. Осылайша құдан адалдықты, көгершіннен мейірімді, тауыстан сұлулық пен сенімді және өзге де құстардың ең асыл қасиеттерін бойына жинаған ару ата-анасының ақ батасын алып, тұрмысқа шығып, бақытты өмір сүріпті. Қазақтың қыз ұзату дәстүрі міне сол кезден басталған екен дейді халық аңыз.